Бәріңізге сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай түрік пахлавасын оңай жолмен дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші еленген ұнға бөлме температурасындағы сары майды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осындай песочный тесто сияқты болу керек. Міне осылай араластырып алғаннан кейін қамыр қопсытқышты қосамыз. Және де 2 жұмыртқаның саруысын қосамыз. Сосын осындай қаймақты қосамыз. Қаймақтың пайызы маңызды емес, кез келген қаймақты қолдансаңыздар болады. Енді барлығын осылай жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Осындай жұмсақ қамыр илеп алған соң, бетін жауып, тоңазытқышқа 20-30 минутқа қойып қоямыз. Салмасына осындай грек жаңғағын блендермен майдалап аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, пышақпен майдаласаңыздар болады. Жаңғағымызды осылай майдалап алдық. Қатты майда емес, орташа етіп майдаладық. Енді осыған қантты қосамыз. Және де жаңағы жұмыртқадан қалған ақуыздарды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Тоңазытқыштан шыққан қамырымызды 4 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Қолға жабыспауы үшін аздап ұн сеуіп жібереміз. Әрқайсысын домалақтап алып, жұқа қамыр жаямыз. Бірінші аздап осылай қолымызбен басамыз, содан кейін жаямыз қамырымызды. Біздің қамырымыздың құрамында сары май болғандықтан өте жабысқақ болады. Сондықтан ұнды осылай көптеп себе беріңіздер. Қамырды табаларыңыздың көлеміне қарай жаясыздар. Менде 4 бұрышты таба болғандықтан осылай 4 бұрыш етіп жайдым. Артық жерлерін кесіп тастайтын боламыз. Әр қамырымыздың арасына осындай салмамызды салып отырамыз. Егер сіздердің табаларыңыз көлемі үлкен болатын болса, қамырды 3 бөлікке бөліп, осылай жайсаңыздар да болады. Дәл осындай екінші қамырымызды қоямыз. Шетіндегі артық қамырларын пышақпен кесіп алып тастаймыз. Бетіне соңғы қамырды қойдық, енді шеттерін қайырып шығамыз. Шетін қайырып алдық, енді формасын келтіріп кесіп аламыз.
Пахлаваларымызды кесіп алдық, енді бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Енді бетіне осындай мейіздер қойып шығамын, сіздер жаңға қойсаңыздар да болады. Бірінші 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минуттай уақытта пісіріп аламыз. Содан кейін пештен шығарып, бетіне бал жағып, тағы да 15 минутта пісіреміз. Пахлавамызды 25 минут уақыт пісіріп алдым, енді бетіне осындай балды құямын. Енді тағы да 15 минутқа қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің пахлавамыз пісті, иісі өте керемет болып шығып тұр. Қазір мен сіздерге арасын көрсетемін. Ал достар, біздің пахлавамыз осымен дайын болды, өте дәмді болып шықты. Сіздермен бірге болған Айнура, назарларыңызға рахмет.